Азық-түлік бағасын реттеп, тұрақты ұстап тұру халықтың қамы үшін жасалады. Осы ретте әлеуметтік дүкендердің септігі мол. Мұндай дүкеннің басты артықшылығы тауар құны қалтаны қақпайды. Ал тауар нарықтағы бағадан қаншалықты төмен? Әлеуметтік сауда дүкендерінде әлеуметтік маңызы бар 19 атаулы тауарларға ұсынылған бағаларды жалпы бізде Алматы қаласының кәсіпкерлік және инвестициялық мемлекеттік мекемесі беріп отырады. Жалпы ұсынылған бағалар бізде Алматы қаласының орташа нарықтық бағасынан 10-15%-ға төмен жүріп отырады. Әлеуметтік сауда дүкендерінің негізгі мақсаты ол жалпы отан өндірушілерін қолдау, ауыл шаруашылық өнімдерін нарықтық бағадан төмен сату және қолжетімділігі. Жансая Жәнібекова көп балалы ана. Алғашында мемлекеттік грант тұтып, клининг компания ашты. Бүгінде кәсібін ұлғайтып әлеуметтік дүкеннің негізін қалады. Өзім сияқты көп балалы аналарға арзан бағада тауар алу үшін жағдай жасағым келді дейді кәсіпкер. Әлеуметтік дүкенді ашар алдында осы ғимаратта жалға алып, ремонт жасап, өз күшімізбен осы мынау сүрелердің бәрін отбасымызбен қолдан жасадық, жолдасым жасады. Ескі қираған парталарды алып, соны құрастырып, мына ағаштардың бәрінің арзан бағаға сатып алып, осыны күйдіріп, бояп, осындай сүре жасап шығардық. Өзіміз де қуанамыз, қолымыздан келіп, жоқтан бар жасап атқанымызға. Алматы қаласының 8 ауданында 28 әлеуметтік дүкен бар. Біз Алмалы ауданында орналасқан осындай нысанға барып, бағаларды салыстырдық. Рахмет. Күнделікті сіз бен біз баратын дүкендерге қарағанда баға әлде қайда тиімдірек. Мысалы, мына майлығы 6%-лық сүт дүкенде 440 теңге болса, бұл жерде құны 400 теңге. Ал күнделікті 160 теңгеге сатып алатыннан әлеуметтік дүкенде 130 теңге. Рахмет. Мамандардың айтуынша, халықтың әл-ауқатын көтеру мақсатында ашылған игі бастама шаһардың барлық жерінде іске асады.